иштеп ақпараттар бұрмаланып, сол депутаттар өзі кейінеген, оның үшін менде бар контенттер жарайып, шығарып, келеме шығып. Мәселе сол. Сосын енді басқа да жаңағы аккаунттардан осындай комментарийлерде Асқат Аймағамбетті, Жанарбек Әшімжанды, тіпті Самат Мұсабаевтың өзінде сол ЛГБТ-ның өкілдері дейтін ақпараттарда жаңағы сатиралай деп көрсетеді, бірақ аржан сатира емес, әдейі сол біздің депутаттардың осы мәселені көтеріп жүрген әріптестеріміздің құқығына келемештеп олардың жаңағы құқықтарын таптады деп біз есептейміз. Сол жөнінде олар осындай жаңағы контенттерді әзірлеп таратқан. Олардың енді қаралымы көп болған, ол жерде комменттер көп болған, ол жерде сол депутаттардың тіпті жеке басына тиісетіндей үлкен сондай мәселелер болған. Біздің ақпарат кеңістігінде ЛГБТ насихатына қатысты қандай мысалдар келтіре аласыз ба, жарқын? Келістіре аламын. Олар мысалы өздерінің аккаунттарында боғауыз сөздерді айтып, насихатты айтып, сосын адамның жыныс мүшелерінің нелер модельдерін жасап, соның ішінен шығып жатады. Сондай жаңағы әр түрлі символикаларды пайдаланып, немесе жаңағындай сөздерді пайдаланып, өздерінің сол қауымдастықтың өкілі екенін жаңағы дәріптеп айтып, сондай нелерді контенттер жариялайды. Көп насихаттала ма? Сонда бізде көп насихатта қалай жанама түрде тікелей де жанамада түрде де насихатталып, тіпті кейбір мысалы ойыншықтардан жаңағы түрлерінде олардың символикалары бар, түстерінде жаңа айтып отырған өздерінің жеке аккаунттары арқылы жүреді. Тіпті бір сол өкілінің жаңағы жазылымында 2,5-3 миллиондай подписчиктар бар, біле беріңіз. Норма қабылданды, тағы да ақпаратты шабуыл жасауы мүмкін бе? Ондай болуы мүмкін. Себебі бұлардың артында үлкен қаржылық күштер тұр, шетелдік ұйымдар бар. Бұлар ашық түрде тіпті президенттің өзіне де сондай жаңа мемлекет басшысының тарапына да айтылған сөздер бар. Сондықтан бұлар ендігі жерде ондай мен жалпы айтайын, сол жаңа контент шыққаннан кейін құқық қорғау органдарына арыз тұрдым. Қазір сол контент жұмыс тоқтатты, қылмыстық істер қаралып жатыр. Оны кім дайындады, не істеді, біз енді қарап отырмаймыз. Егер де сондай біздерге заңсыз шабуылдар болатын болса, бізде заңның аясында оларға қарсы күресеміз. Ал жынысын ауыстырған Никонет, Амелай сияқтыларды не істейміз, жазалаймыз ба? Айтып отырмын. Отыр ғой насихаттар түрлі. Енді мен сіздерге бір затты айтайын, журналистер. Мына норманы бұрмаламау керек. Бұл жерде бір мәселені ашық айту керек. Біздер насихаттау қарсы норма қабылдадық, бірақ жеке адамның өзінің кім екеніне қарсы оны қудалау мәселесі жоқ. Соны дұрыстап халыққа жеткіземіз. Ол айтып отырсашы, мен жынысымды ауыстырдым. Егер де ол насихаттап дәріптеп оны айтатын болса, онда ол заңмен жауапқа тартылады. Ол өзінің кім екенін жариялап айтуға міндетті емес деп есептеймін. Ал қоғамдық жерде, парктерде мысалы еркек еркек қол ұстасып сүйісіп отырса, болмаса қыз бен қыз лесбиянкалар, оларға бұл жаза қарастырылмаған дейді. Ол қалай сонда? Тек әлеуметтік желіде ғана насихаттады деп жазалаймыз. Ал қоғамдық орда, паркте балаңмен қатар жүрсең, еркек пен еркек бір-біріне сезім білдіріп, құшақтасып аймаласып отырса, ол нормальный явление ме сонда? Иә, біздің заңда ол өкілдерге тыйым салу жоқ. Бірақ жаңа тағы да айтамын. Егер де ол өзінің сол бір жынысты өкіл екенін насихаттап, өздерінің символдарын пайдаланатын болса, ол заңға қудаланады. Иділ мырза, логиканы әдебиетті пайдаланатын болса, масс-медиадан пайдаланатын болса, жалпы жаңа айтып отырған шығармашылықта пайдаланып, көптеген енді түрлері бар ғой. Жеке өзінің жаңа аккаунттарын пайдаланып, осы бағытты насихаттап, соны жаңа культивировать ететін болса, онда ол заңмен қудаланады. Ал қоғам жердегі маңызды емес. Оған қоғамдағы жерде маңызды болмағанда, егер де ол оны насихаттамаса, сен оған неғып деп тиісесің? Қызбен сүйісе берсін бе? Біздің енді заңда ол қарастырылмағанда. Жер қойнауына қатысты заң жобасында қандай өзгерістер?